Құрметті оқушылар, бүгінгі сыныптан тыс шарамыз Ғабит Мүсіреповтің «Ананың анасы» атты әңгімесіне байланысты. Білеміз, биыл Ғабит Мүсіреповтің туғанына 120 жыл. Ғабит Мүсірепов қазақтың әйгілі жазушысы, қоғам қайраткері. Құрметті оқушылар, бүгін Ғабит Мүсіреповтің «Ананың анасы» атты әңгімесіне қатысты. Біз төрт жаңағы бөлімнен тұрады. Бірінші көкжиегі дейді. Бұл бөлімде сіздерге шығармадан үзінді береді, сіздер шығарманың композициялысын табасыздар. Екінші бөлім бізде адами қасиеттер дейді. Бұл бөлімде сіздер шығарма кейіпкерлерін анықтайсыздар. Сол шығарма кейіпкерлерінің бойында қандай қасиет бар екенін табасыздар. Үшінші бөлім бізде жазушы шебері деп аталады. Бұл бөлімде шығарманың тіліне талдау жасаймыз. Төртінші бөлім жаңнама жасаңыз деп аталады. Ал оқушылар, бірін көкжиегі атты айдарында сіздер әңгіменің композициялық құрылымына талдау жасайсыздар. Бұна да сіздерге тапсырмалар беріледі. Әркім өзіне қарай іштеп аласыздар. Шешім қайда әңгіме басталуы күнде? Шешім Көкжиегі айдары бойынша өзінің жауабын оқысын. Алайдым, композициялық талдау. Ең бірінші қайсысынан бастаймыз? Шығарманың композициялық құрылымы. Әңгіменің басталуы. Жалпақ балуанның ергенекті елін шабуға аталды. Жақсы. Екіншісі сай. Дамуы. Қалың жылқыны барымталап айдап келе жатуы. Үшіншісі байланысуы. Тезек арқылы келе жатқан қызды олжалап аттарына мінгестіріп алуы. Шиеленісуі. Қыз әкесінің мерт болуы, анасының барымташылардың алдын орап алуы. Бесінші шарықтау шегі. Кейкінің үкімнің қызды шешесімен бірге күнделікті алып кетуі. Шешімі жалпақ балуанның анамен қызын бостандық беру. Оқиғаның аяқталуы. Әйелді аттандырған жалпақ балуан құлауы, оны елге жеткізу. Екінші топ, сіздердің жауаптарыңызды оқыңыздар. Шығарма композициясы құрылымы, әңгіме басталуы, жалпақ балуан ергенекті елін шабуға аттануы. Дамуы, қалың жылқыны барымталап айдап келе жатуы. Байланысты тезек арқылы келе жатқан қызды олжалап аттарына меңгерістіп алуы. Бұған ойында келесі. Шиеленісуі. Қыз әкесінің мерт болуы. Шарықтау шегі. Кейкінің үкіммен қызды шешесімен бірге күндікке алып кетуі. Шешімі. Жалпақ балуан ана мен қызына бостандық беруі. Оқиғаның аяқталуы. Әйелді аттандырған жалпақ балуанның құлауы, оны елге жеткізуі. Жауабын тыңдайық. Шығарманың композиция құрылымы. Әңгіменің басталуы, жалпақ балуанның ергенекті елін шабуға аттануы. Дамуы, қалың жылқыны барымталап айдап келе жатуы. Оқиғаның байланысуы, тезек арқалап келе жатқан қызды олжалап аттарына мінгестіріп алуы. Оқиғаның шиеленісуі, қыз әкесінің мерт болуын, анасының барымташылардың алдын орап алуы. Оқиғаның шарықтау шегі. Кейкінің үкімімен қызды шешесімен бірге күндікке алып кетуі. Шешімі. Жалпақ балуанның ана мен қызына бостандық беруі. Оқиғаның аяқталуы. Әйелді аттандырған жалпақ балуанның құлауы, оны елге жеткізуі. Айдарымыз бізде адами қасиеттер деп аталады. Бұл бөлімде сіздерге шығармадан үзінділер береді. Сіздер сол үзінділерді оқи отырып, бірінші топ кәне. Кім жауап береді бірінші топта? Ерболат, Бізге берілген үзінді ол: менің атым әйел, мына қыздың анасымын. Бәрінде анадан тудыңдар. Анамен алыспайды да, атыспайды да. Нем бар еді менің жалғызымда, кел ботам өзіме.
Осы үзіндіде біз жауабы ана деп ойлаймыз. Біз топпен шешіп қалмай отырып, анаға осылай мінездеме береміз. Жүрегін жарып шыққан қыздың тағдырына шырылдап арашашы бола білген абзал ана, өжет ана, қайсар ана. Жақсы, рахмет. Келесі екінші топ сіздер үзіндігіңізді оқып ойыңыздар. Бізге берілген үзінді. Уақ жалпақ өркениетті елімізді екі рет шапты. Бірінде мен тон алдым, бірінде сен тон алып едің. Мен малымды бердім, сен жаныңды бердің. Қазір сен жалпақ балуансың. Ол кекті қалай ұмытып жүрсің? Баруын барарсың, еліңді де шабарсың. Бірақ қаттым болып қалған қалыңдықтың қызығына түспей жер қайысқан жылқыға да көзіңді саларсың. Бұл кейіпкер бала би, және біз топтасып отырып оған осындай мінездеме бердік. Есебі күшті малды адамнан артық көреді. Айла тәсілі жетілген. Тамаша. Келесі. Берілген үзінді. Байды шапқан, малды алған, жылқышының жалғыз қызын қайтесің батыр? Еркек десен өзіңді әкел, қызымды қайтарып бер. Сорлы анасы аңырап қалды ғой, тар құрсағын кеніккен, тас емшегі жігітке жалғыз еді. Бұл үзіндің кейіпкері жылқышы, және біз оған анықтама бердік. Тағы талғысына мойынсұнбаған қайсар әке. Жақсы, рахмет жауаптарыңызға. Келесі үшінші топтан жауап береміз. Бізге берілген үзінді. Батыр, рұқсат етсең екеуін де тайға теңдеп алып жүрейік. Қызы қатынға, шешесі отынға жарар. Әйел еркекке қатындыққа жаралған. Біздің далада одан басқа не бітерді олар. Қызды сатып алсан да қатын, тартып алсан да қатын. Жігіттер, мына қатынның сөзін қойдырып, өзіңде алы жүрейік. Теретін тезек біздің елде де бар. Бұл үзіндіде кейіпкер кейкі, және біз топпен бірге мінездеме бердік. Сол кейіпкері бала бидің қолшоқпары жүрегіне мейірім ұялмаған жалғыз. Бізге берілген үзіндіме, жаным сен еттің жансың, сен қазақтың қатының шығардан өзіңді батырды шығарды деп ойлаймын. Жөнді айтшы, өз бойынан бере аладың болса жеңгей, ол қысынбай алады. Күндіктен босаған кезде мына жылқыдан мұқалғанынша алды. Жердің шетіне дейін көше бет. Сондықтан өзіме еріңдер, қанаттыға қақтырмайын, тұмсықтыға шоқтырмайын. Бұл өзімдің кейіпкері жалпақ балуан деп топпен қойдық. Мінездемесі намысқа шабат білегі, әділетті таныс жүрегі бар. Бірақ ел әкімдерінің алдауына түскен аңғал жан. Жақсы, рахмет, тамаша. Келесі біздің үшінші деп аталады. Яғни, әңгімеде берілген үзінділерге сіздер жазушы анықтайсыздар, бірінші топқа. Шебер айдар бойынша жауабыңызды тыңдайық. Кім қандай жаңағы үзіндіні берді? Біріншісі партешке ол салауат, соқыр қарт етектей сақалын балуан, бармақтарын салалай тарап отыр еді. Бұл бізде шығарманың көркемдіктігі портретке жатады, жақсы. Келесі. Екі Пейзаж. Күн найза бойы көтерілген кезде не қалың жолға, не қалың жылқыға кездесеріміз. Жақсы, бұл мен суреттеттім, табиғат көрінісіне. Жақсы, келесі. Үшіншісі теңдеу, іркіт сабанды теңеу, іркіт сабасындай іркілген молдан. Жақсы, осының ішінде қайсы теңеу сөз? Сабасындай деген сөз, иә? Келесі. Төртіншісі теңеу. Жалпақ жауырыны қақпақтай, жұдырығы торпақтай, сыртынан қарағанда құрған пештей болып, оқ бойы алдымызда отырады. Астында сар қасқа аты бар. Жақсы. Бесіншісі бізде портрет. Бишараның бос көйлегі жырым-жырым, қолдары қарғаның тұяғындай қап-қара, ерті қырық тілінген жарық-жарық, бірақ түйілген қабағынан от жанған көздерінен адам шошырлық. Жақсы, жауаптарыңызды тыңдайық. Шығарманың көркемдік тілі. Портрет. Бейшараның боз көйлегі жырым-жырым, қолдары қарғаның тұяғындай қап-қара, ерні қырық тілінген жарық-жарық, бірақ түйілген қабағынан от жанған көздерінен адам шошырлық. Жақсы, бұл кімнің портреті?
Бұл Ананың портреті, иә? Жақсы. шығарман көркемділіктілі пейзаж. Жалпақ жаз, сай-салада сағым ойнаған саршан тамызы, сая жайылатын жануар көлге тығылып қана сая табады. Күннің көзін өзі де күн ұзағына көлге шомылып жанын сақтайтындай. Бұл жылдың қай мезгілін сипаттапты? Жаз. Шығарманың көркемдіктігі теңеу. Қатып қалған саналақтар шықтай ойнап, бүгінде бүктетіліп, жетсізгілеп ауыздықты қаш-қаш шайнайды. Осы ішінде қайсы сөз теңеу? Екі. Оқшықтай, сосын Екі және үш. бүгінде, иә? Бір мезгілде артқа қарсақ тойғандай жұлдыздай ағып, артымыздан бір қаратты ағып керіп қалған екен теңеу. Жақсы, рахмет. Келесі бірінші топ, өзіміздің жауабымызды оқимыз. Енді бірінші ол бізде портрет. Соқыр қарт етекте сақалын балуан бармақтармен салавай тарап отыр еді. Екіншісі бұл пейзаж. Күн найза бойы көтерілген кезде не қалың жауға, не қалың жылқыға кездесті. Үшіншісі бұл теңеу. Іркіт сабасында іркілдеген молда. Төртіншісі бізде теңеуге жатады. Жалпақ жауырынды қақпақтай, жұдырығы тоқпақтай, сыртынан қарағанда құйған пештей болып, оқ бойы алдымызда отырады. Астында сар қасқа аты бар. Бесіншісі бізде портрет. Бишараның бос көйлегі жырым-жырым, қолдары қарғадай, тұяғы қап-қара, еріне қырқып тілінген жарып-жарып, бірақ түйілген қабығының от жанған көздерінен адам шошырып. Жақсы, бұл қай кейіпкердің портреті? Анам. Жақсы, тамаша, рахмет. Келесі төртінші бізге жарнама жасаңыз дейді. Яғни жаңағы оқыған, таңдаған ананың анасы әңгімесі бойынша сіздерге қалай әсер етті? Бұл әңгіменің жалпы мазмұны, тәрбиелік мәні қандай? Сіз осы әңгімені басқа сыныптас оқушыға оқуға кеңес береміз, иә? Яғни не істейміз? Өзіміздің ойымызды бөліп. Оқушыға жарнама жасаңыз айдағы бойынша, әңгіме бойынша өзіміздің жазған жарнамамызды оқиық. Сәлеметсіздер ме, оқырмандар, біздің оқыған әңгімеміз ол Ғабит Мүсіреповтің «Ананың анасы» деген әңгімесі. Бізге осы оқиға өте әсерлі болды. Өйткені мұнда қыздың әкесі болмаған. Және біз осы оқиғаны оқуға кеңес береміз. Себебі бұл мәтінде анасы өз қызын құтқарғысы келді. Және өзі қызы үшін жанын беруге дайын болған. Сол үшін біз осы кітапты сіздерге кеңес береміз. Оқуға, иә? Жақсы, тамаша. Екінші топ. Сәлеметсіздер ме, оқушылар мен оқырмандар. Біз Ғабит Мүсіреповтің «Ананың анасы» атты әңгімені басқа сыныптарға да оқуға кеңес береміз. Себебі бұл мәтінде ананың махаббаты және ана мен бала арасындағы шырайлы қарым-қатынас туралы айтылады. Және бұл мәтінде әрбір баланың өзінің анасының қадірін түсінді. Қорытындылай келе, бұл мәтінді мен класстастарыма ғана емес, үлкен адамдарға да оқуға кеңес беремін. Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар. Біз 7-ші А сынып оқушылары «Ананың анасы» атты әңгімені оқыдық. Бұл шығарма бізге өте қатты ұнады. Себебі бұл оқиға анасының қаһармандылығын және қызына деген сүйіспеншілігін білдіреді. Сондықтан біз осы оқиғаны сыныптастарымызға және басқа да адамдарға оқуға кеңес береміз. Жақсы, тамаша, рахмет. Оқушылар мына жерге шеңберге тұрады. Шеңберге тұра қаламыз. Шеңберге жақындаймыз. Енді мынадай әдіс тәсіл, көкшіме өзіме деп не істейміз? Арақанымызды жаямыз. Көкшіме өзіме. Көкшіме өзіміз. Бір кестейміз. 1, 2, 3. Көкшіме өзіме. Көкшіме өзіме. Көкшіме өзіме. Көкшіме өзіме. Көкшіме өзіме. Жақсы, рахмет.
Ал бүгінгі сабаққа қатысқандар үшін алғыс айтамыз. Және қолымызды қоямыз. Болса бір-біріне қояйық, иә? Бір-біріне болса үстіне қояйық. Ал қолымызды